Баршаға сәлем, сіздермен Олжан. Бүгін сіздермен воздушный пирогтың жасалу жолын бірге дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұнымыз керек. Ұнымызды ыдысымызға салып, үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, қолымызбен араластырып жіберетін боламыз. Араластырып оған соң үстінен сары майымызды салып, оны да араластырып крошки дайындайтын боламыз. Осындай әдемі крошки дайын болады. Крошкимізді дайындап болған соң, бір жұмыртқаны бөлек ыдысымызға салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң, қамырымыздың үстінен құйып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай әдемі, жұмсақ, песочный қамыр болып шығады. Осылай үстінен пищевой пленкамызды жауып, тоңазытқышымызға 20 минутқа жіберетін боламыз. Қамырымыз дайын боламын дегенше осылайнан салмасын дайындайтын боламыз. Бізге керектігі осындай курага, яғни кептірілген өрігіміз керек. Осылайнан майдалап турап алатын боламыз. Сосын бізге осындай грек жаңғағы керек. Оны да мен осылайнан майдалап етіп турап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай бізге мейіз керек. Мейізімізді де мен майдалап етіп турадым. Осылай қамырымыз дайын болған соң, осылай формамызға салып, жақсылап шетін бортықтарын шығарып, жақсылап орналастырып аламыз. Оның үстінен осылай жаңағы туралған өрігімізді салып алатын боламыз. Оның үстінен грек жаңғағымызды да салып орналастырамыз. Жаңғағымыздың үстінен мейізімізді де қосып жақсылап жайғастырып алатын боламыз. Мен тағы да кішкене осы жаңғағымыздан турап қосып жібердім. Мен пирогымызға осы тржеланяның сгущенкасын қостым. Сгущенкамызды жақсылап, осылайнан қасықтың көмегімен осылай жақсылап шет-шетіне дейін жайғастырып алатын боламыз. Пирогымызды қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне түрі осындай болып шығады. Бұл пирог өте оңай әрі дәмді пирогтардың бірі. Біздің отбасымызға өте қатты, дәмі де, түрі де ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беретін едім. Сіздер де осы пирогтың рецептісі ұнаса, сіздер де жасап көрулеріңізге болады. Сіздерге менің жасаған пирогымның рецептісі ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.